Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге айлакер түлкі ертегісін айтып беремін. Олай болса, ертегіні соңына дейін тыңдаңыздар, өте қызықты болады. Баяғыда бір түлкі асығып, зытып келе жатып, бір аяғы сары шұнақтың ініне тығып алады. Әрі терең, әрі құм құйылған інге аяғы кептеледі де қалады. Әрі-бері суырып алмақ болған әрекетінен ештеңе шықпайды. Ал інде кішкентай бала сары шұнақ ұйықтап жатқан болатын. Ол көз алдына бір аяқтың пайда болғанына қатты таңғалады. Ойнайтын ешкімі жоқ болып, іші пысқан ол ақырын барып, әлгі аяқтың табанын барып қытықтай бастайды. Айдалада жападан жалғыз шоқиып отырған түлкі байқұс қытығы келіп, жалақтап күле береді. Иығына қойдың бір санын салып, өлеңдеп жортып келе жатқан қасқыр түлкіні көреді де: «Түке, саған не болған? Неге ыржалақтап күліп отырсың?» дейді қасқыр, иығындағы қойдың санын жерге қойып. «Ой, Қасеке, мына дүниеде не болып жатқан бір сәт көрсең, өлмек түгілі» деп түлкі одан бетер сықылықтап күле бастайды. «Онша неге шегің қатып отыр? Не көрдің сода? Жайып көргің келсе, менің аяғымның орнына өз аяғыңды тығып, айналдыра құммен көм. Сөйтте, сонау алысқа қара, неше түрлі ғажайыпты көресің» дейді түлкі. «Дейсің, қане, былай тұр» деп қасқыр түлкінің аяғын суырып алады да өз аяғын інге тығып көміп қояды. Кептеліп аяғын ұстап қалады. Іннің түбінде жатқан кішкентай бала сары шұнақ жып-жуан, жүн аяқты көріп таңғалады. «Мынау не тағы? Аяқ екен ғой, өзінің иісі қандай жақсы» деп аяқты кеміре бастайды. «Ай, аяғым, құтқара көріңдер, ойбай» деп қасқыр түлкіге жалынады. «Шыда, досым, шыда, өмірде не болмайды, бізде күлдіреді, бізде жылатады. Сәл сабыр ет, азырақ күлесің» дейді де қу түлкі қойдың санын арқалап кете барады. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.